Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге пончиктер даярлайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көрмей жатып, алдымен каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жылы сүт мөлшері 170 және 175 мл аралығында болуы тиіс. Онан соң 8 грамм құрғақ ашытқы, 45 грамм шекер, осылардың барлығын араластырып 10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей шамалы көтерілді. Енді ерітілген сары майымызды қосамыз. 30 грамм қостым және де 1 дана жұмыртқа. Жарты шай қасық тұзымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, 400-450 грамм аралығындағы алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, жылы жаққа 1 және 2 сағат аралығында қойып қоямыз. Арада 1,5 сағат өткеннен соң менің қамырым осылай көтерілді. Енді осыны 2 данаға бөліп, қамырымызды жаямыз. Арнайы пончикке арналған форманың көмегімен қамырымды бөліктерге бөліп алдым. Бөлінген қамырларымды осылай бетін жауып, кем дегенде жарты сағатқа қойып қоямын. Жарты сағаттан соң қамырым осылай 2-3 етіп үлкейді. Енді қызып тұрған майға осы пончиктерімді жақсылап екі жағынан да пісіріп аламын. Мінекей пончиктеріміз осылай пісті, әдемі болып. Енді осы пончиктердің бетіне не әрлесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Сахарный пудрамен ғана жасасаңыздар болады. Мен өзім жартылай сахарный пудрамен және де жартылай ерітілген шоколадқа жасадым. Менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп, лүпіл басып және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осымен менің видеом соңына жетіп қалды. Ал ендеше сіздерге ас болсын.